Сәлем қыздар, бүгінгі сабағымыз шортиктің тігу технологиясына арналады. Бізге қажетті заттар бұл. Ең алдымен выкрика. Выкрикамызды сызып дайындап аламыз, немесе дайын выкриканы шығарып аласыздар. Сосын бізге мата қажет. Мен Армани жібек матасын қолдандым. Сосын бізге мына шортигіміздің төменгі жағын әрлеу үшін бізге мынандай бір шілтер қажет болады, кружева керек болады. Шілтердің ұзындығын біз мына дайын сызбамыздың шортигіміздің төменгі бөлігін өлшеміз. Осы өлшенген өлшемді 2-ге көбейтеміз. Көбейтіндіден шыққан санға тағда артығымен 8 немесе 6 сантиметр қосамыз. Ол тігіске кетеді. Сосын бізге матаға түстес жіп. Егерде оверлокпен тігемін десеңіздер, онда 4 жіп немесе 3 жіп алғандарыңыз жөн. Сосын мынандай ине жіп қажет болады. Бұл бізге көктеуге керек болады. Қайшы, бор немесе сабын қалдықтары керек болады. Кромка бойынша біз бөлшегімізді қоямыз, яғни жіп бағыты бойынша пішетін боламыз. Матаны 2-ге бүктедім. Оң беттерін беттестірем, бірақ менде айналасына жетпей тұр. Маған тағы да айналасына мен тігістік жиек беріп шығу керекпін. Сондықтан маған бұл жетпейді. Менде матаның ені 1,5 метрлік. Енді қараңыздар, егер де сіздердің өлшемдеріңіз кішкентай болса, менікі бүксе айналым менде 102. Мінеки 102 болған кезде дәл осылай шығып тұр. Егер де сіздердікі кішкентай болса, бүксе айналымдарыңыз, онда сіздерге жетеді. Сондықтан маған айналым жетпей тұр. Матаның бір енімен бүктеп істейсің. Ол үшін мен не істеймін? Қараңыздар. Матаны ашамын. Неке бізден оң беті, не кромка. Бізден ұзындығы, ұзындығы менен мынаны беттестіремін. Неке. Осылай беттестіріп аламын. Оң беттерін беттестіріп алдым. Қойған кезде матаға сыйып тұр. Енді үстіне ауыр зат қойыңыздар. Немесе булавкалап шықсаңыздар болады. Біз тігістік жиек беріп шығамыз. Жоғарысына біз резинканың ақысын және де тігістің ақысын қосамыз. Қараңыздар, менде тігетін резинканың ені 2,5 сантиметр. Мен соны 2-ге көбейтем 5 сантиметр. Мен бірақ 6 сантиметр аламын, себебі резинка қатты тар болып қалмау керек, тырысып қалмау керек, және де 1 сантиметр қосамын тігістің ақысына. Жалпылама мен 7 сантиметр сам жоғарыға. Ал алдыңғы бойдың және де артқы бойдың ойықтарына, төменгі балақ жағына 1,5 сантиметрден сызып шығамыз. Көзбен сызбаймыз, ерінбей линейкамен өлшеп айналасына сызып шығамыз. Бізде мінеке выкрикамызда дәл осындай стрелка тұрады. Бұл бізде жіп бағыты. Яғни бұл бөлшек бізде жіп бағыты бойынша пішілу керек. Біз оны қалай анықтаймыз? Матамыздың шетінде, ұзындығы жағында, матаның ені жағы емес, ұзындығы жағы. Осы ұзындығы жағымен бізге өлшеп береді сатып алған кезде матаны. Дәл сол матаның ұзындығы жағында бізде мынандай бір кромка болады. Қазір сіздерге жақын етіп көрсетейін. Неке. Мынандай кромка болады. Кез келген матада болады мындай кромка. Дәл осы кромка менен мына жіптің бойы арақашықтықтары бірдей болу керек. Яғни параллельді бірдей болып орналастыру керек. Мысал ретінде менде мына жерде 37 болса, мына жоғарғы жағы да менде кішкене қозғалып кеткен. 37 болу керек. Дәл осылай барлық бөлшектерімізді жіп бағыты бойынша пішеміз. Яғни осындай белгі болған кезде. Қыздар, мінеке осылай тігістік жиекті сызып шығамыз. Егерде сіздер дайын выкриканы қолдансаңыздар, онда сіздер тігістік жиек бермейсіздер, себебі дайын выкрикада тігістік жиек ақысы қосылған. Сондықтан бірдеңіне қоясыздар да матаға қия бересіздер. Қазір мынаны қиып аламыз.
Мінекей қиып алдық қыздар. Енді қазір біз мына алдыңғы және де артқы бойдың ойығын ғана тігеміз, ал мына жағына тиіспейміз. Өйткені бұл жағы екеуіне қосылып тігіледі. Біз мұнда француздық тігісті қолданамыз. Бұйымымыздың сол бетін беттестіреміз. Қазір бізде оң беті беттесіп тұр. Біз керісінше сол беттерін беттестіріп, мына жерден біз 0,7 сантиметр тігіп шығамыз. Дәл сол сияқты артқы бойды да солай тігеміз. Ең алдыменен қол тігісімен көктеп алсаңыздар болады, немесе булавкамен біріктіріп алсаңыздар болады. Қыздар, мінекей мен қазір алдыңғы және де артқы бойдың ортаңғы ойық тігістерін булавкамен біріктіріп алдым. Жұқа маталарды тіккен кезде бас жағына, тігісіміздің бас жағы түсетін жерде көбінше мындайға кіріп шайнатылып кетеді. Көп кездесетін бір кедергілердің бірі. Сондай болмау үшін мынандай бір қағаз дайындап алыңыздар өзіңізге. Жұқа матаны тіккен кезде былай астына қоямыз да, қараңыздар. Астына қатты алып кетпеңіздер былай. Жай ғана ең бас жағына ғана осылай қойып алыңыздар. Сосын лапканың астына қоямыз. 7 мм тігістік жекпен тігіп шығамыз. Бұл бізден лапканың бойымен тіксеңіздер де болады. Мен қазір лапканың бойымен матаны қойдым. Сол кезде сіздер матаның бас жағын закрепка қойған кезде де қиындық туғызбайды, дәл осылай етсеңіздер. Закрепка береміз. Дәл осылай тігеміз, қараңыздар. Бізде ештеңке жиналған жоқ, әдемі тігілді. Сосын парақты жыртып алып тастаймыз. Лапканың бойымен тігіп шығамыз. Лапканың бойымен тігеміз. Айта кетер бір жайт, инені ауыстыруды ұмытпаймыз. Ине жұқа маталарға арналған болу керек. 75-11 номеріндегі инелерді қолдансаңыз болады. Қыздар, аяқ жағына келген кезде де біз закрепка беру керекпіз. Аяқ жақта да дәл сондай проблема болады. Жаңағы шайналып кетеді. Сондықтан аяқ жағына кішкене ғана қалған кезде 1-1,5 сантиметрдей парақты аламыз да, аяқ жағына былай қоямыз. Матаның астына қоямыз. Сосын лапкамызды түсіреміз де тігеміз. Закрепка береміз. Болды. Неке қараңыздар, бізде закрепка жақсы беріледі. Сосын қағазды аламыз да, ақырындап дәл осылай жыртып алып тастаймыз. Мінекей қыздар, тігіп алдық. Мына бізде оң бет жағымыз. Қазір мына тігісімізді түктеп аламыз. Дәл сол сияқты. Мына екінші жағымызды да түктейміз. Үтікпен қатты баспаймыз. Үтіктеп болған соң біз қазір мына шетінен 2-3 мм қиып алып тастаймыз. Тігіске қатты жақындатпаймыз, қыздар. Немесе 1-2 мм қиып алып тастаймыз. Мінекей қиып алып тастаған соң біз бұны теріс жаққа айналдырамыз. Екінші жақты да қиямыз солай. Мінекей теріс жағымызға айналдырамыз. Сосын тігісімізді тағы да үтіктейміз. Асықпаймыз.
Дәл осылай үтіктеп шығу керекпіз. Осылай үтіктеп аламыз. Сосын қол тігісіменен немесе булавкаменен осылай біріктіріп алыңыздар. Қазір тіккен кезде өздеріңізге жеңіл болады. Неке осылай қазір біріктіріп аламыз да, сосын машинкаға барып 0,7 сантиметрлік тігістік жиекпенен тігіп шығамыз. Сонда бізден ортасындағы тігістік жиек ортада қалады, екі матаның ортасында қалады. Мінеке үтіктеп, булавкалап алдық, немесе қол тігісімен көктеп біріктіріп алсаңыз болады. Енді біз қазір 0,7 сантиметрлік тігістік жиекпен тігіп шығу керекпіз. Лапканың бойымен тіксеңіздер 0,7 сантиметр болады. Сонда бізде мына оң беттегі тігістік жиек екі матаның ортасында қалады. Тігіп алдық. Бұл бізде теріс беті бұйымымыздың. Ал бізде оң беті. Ешқандай жіп, ештеңке шығып тұрған жоқ. Бізде бастапқыдағы тігістік жиек екі матаның ортасында қалды. Оң жағымыз әдемі болып шықты. Алдыңғы бойдың да ойығын тігіп шығамыз. Мынаны да солай тігіп шығамыз қазір. Тігіп болған соң үтіктеп аламыз. Жасайтынымыз бұл бізде шортигіміздің төменгі бөлігін әрлейміз. Алдымен өлшеп аламын, қанша керектігін. Осылай өлшеймін. Маған дәл осы ұзындықта екеу керек. Тағы біреуге бүктеймін. Мінеке өлшеп алдым, қазір артынан қиып тастаймын. Екі балағымызға екеуін өлшеп қиып аламыз. Сосын қазір мен кружеваның бір жағын қиып тастаймын. Яғни мына жоғарғы бөлігін қиып тастаймын. Негізінде бұны үстіне қойып тіге салғанда болады, бірақ оны мен келесі сабақтарда көрсететін боламын. Әлі біз бұнымен жұмыс істейтін боламыз кружевамен. Бұл жолы мен сіздерге бір үлгісін көрсетейін деп отырмын. Қазір мен мынаның бас жағын қиып тастаймын. Дәл осылай екіншісінде жасаймын. Мінеке мен қазір қиып алдым. Енді мына шортигіміздің жоғарғы жағын осылай ашып аламыз. Мына бізде оң беті. Және де шілтердің оң бетіменен шортиктің бұйымның оң бетін беттестіреміз. Шілтер негізгі бұйымнан жиегі артықтау болып керек, 0,5 немесе 0,4 сантиметрдей. Дәл осылай қойып аламыз бойынан. Сосын булавкалап аламыз қазір. Немесе қол тігісімен көктеп алсаңыздар болады. Шығамыз.
алдық. Енді қазір біз мынаны біз үтіктеу керекпіз. Артқа қайырып. Яғни бізде артқы көріністе осындай болып тұрады. Дәл мына артық шілтерімізді артқа қайырамызды үтіктейміз. Үтіктеп алдық осылай. Енді біз қазір бұны тағы да бір бүктейміз. Булавкаларымыз. Бас жағын дәл осылай булавкалап аламыз да. Ал келесі жағын біз қараңыздар. Булавкалаған кезде астындағы шілтерді кішкене бері тартамыз. Себебі астындағы шілтерді де булавкалап біріктіріп алмау керекпіз. Не көріп тұрсыздар, Сосын тағы астына жібереміз де, тағы бүктеп аламыз. Булавканы аламыз да, астыға қолды саламыз, шілтерді жылжытамыз, булавкамызды біріктіріп аламыз. Міне. Сонда бізде шілтеріміз қалады, тек мына бас жағындағыны қосылып тұр. Осылай булавкаменен біріктіріп аламыз. Бұл бізде теріс жағының көрінісі, ал мына жақ бізде оң беттің көрінісі. Енді қазір машинкаға тікпей тұрып, біз қазір мына жиегіне жетпей, бір 3-4 мм жетпейтіндей етіп, қол тігісімен көктеп шығамыз бірінші. Содан кейін ғана машинкамен тігеміз. Дәл сол сияқты шортигіміздің екінші балағын дәл осылай жасап шығамыз. Осылай көктеп аламыз қол тігісіменен, сосын булавкаларымызды алып тастаймыз. Енді машинкамен тігіп шығамыз. Жиекпенен тігістің ара қашықтығы 2-3 мм болу керек. Мінекей осылай ұзыннан барлығын тігіп шығамыз. Шортиктің төменгі бөлігін өңдеп алдық, кружевамызды тігіп алдық. Қараңыздар, біз оверлок қолданған жоқпыз. Тек қана тігін машинасымен өте әдемі, таза өңделген. Қараңыздар. Оң жағы да және де теріс беті де әдемі. Енді қазір біз адым тігісін қосамыз. Яғни бұл бізде міне ортаңғы тігіс, бұл шалбарларда ұзын болады. Бізде мына шортик болғандықтан бізде адым тігісіміз кішкентай болып тұр. Бұл жерді де біз француздық тігіс қолданамыз. Оң бетке аударып аламыз бұйымымызды. Жақтың адым тігісін, сол беттерін беттестіреміз. Ал мына тігістік жиекті, қараңыздар, бізде екі жағында мынандай бүктелген тігістік жиек бар ғой, дәл соны біреуін оң жаққа қаратсақ, астыңғысын сол жаққа қаратамыз. Қатты қалың болып қалмау үшін. Мінекей осылай қосып аламыз. Булавкамен немесе қол тігісімен көктеп тігіп алыңыздар бірінші. 07 сантиметрлік тігістік жиекпенен тігіп шығамыз. Тігіс бұйымның оң беті жағына түседі. Кружеваны да тігеміз. Осылайдан ұзыннан етіп тігіп шығамыз қазір. Осылай тігіп аламыз. Қазір артық кружеваны қиылып болады. Қазір бірыңғай етіп, 1-2 немесе 1-3 мм қиып аламыз. Тігіске қатты жақындамаймыз, қыздар. Қиып аламыз. Қиып алған соң, бұйымды сол бетіне аударамыз. Көріп тұрғандарыңыздай, тігістік жиегіміз екі жақ қарап тұр. Дәл осылай жасасаңыздар, мына жерде қалыңдық пайда болмайды. Қараңыздар, енді сол жағын аударған соң, қазір біз бұны жақсылап дұрыстап аламыз да, былай үтік басып аламыз. Қыздар, айта кетер бір жайы, кейбір кружевалар үтік басқан кезде күйеді, сондықтан бізде үстіне марлі немесе бәз қойып үтіктесеңіздер болады.
0,7 сантиметрлік тігістік жиекпен тігіп шығамыз. Енді оң бетіне аударып қараймыз. Тігісіміз жақсы шыққан, ештеңке көрінбей тұр. Неге әдемі шыққан, кружевалардың шеті де, және де іш жағымыз да біздікі. Неге іш жағы да әдемі шыққан. Қазір көрінбей тұр. Іш жағы да әдемі тұр, мінеки. Оверлоксыз өңдеу түрі. Енді келесі бізде жасайтынымыз, бұл бізде бел жағымызды өңдейміз. Бұл бізде бел жағы. Біз бел жағымызға 1 сантиметр тігіске және де резинканың ақысын берген болатымыз. Мен резинка ақысына 6 сантиметр бердім, себебі менде резинка 2,5 сантиметр, 2-ке көбейткенде 5 сантиметр болады, бірақ мен тағы 1 сантиметр кеңдікке бердім. Резинка қатты тарып болып қалмау керек, жаңа тарылып қалмау керек екі жағынан. Және де қосымша тағы 1 сантиметр тігіс ақысына бердім. Енді қараңыздар, біз қазір не істейміз? Резинканың орнын біз 2-ге қайра бүктеп тігетін боламыз. Енді біз қазір осы айналасының барлығы біркелкі қайрылып тігілу үшін өзімізге көмекші шаблон жасап аламыз. Дәл осындай парақ албасаңыздар болады, немесе қатты кардон болса тіптен жақсы. Қағаздың шетінен, төменгі жағынан, жиегінен жоғарыға қарай біз 1 сантиметрді сызамыз. Бұл бізде тігістің ақысы. Дәл осының жиегінен жоғарыға қарай біз 3 сантиметрді өлшейміз. Бұл бізде резинка ақысына бергеннің жартысы. Біз 6 сантиметр бердік, 6 сантиметрдің жартысы 3 сантиметр. Дәл сол 3 сантиметрді өлшеймізде, мұнда бұлай сызып аламыз. Қиылбалтыстық, үлкендеу бар бізге. Жоғарыдан да қиыламыз. 1 сантиметрлік, ал мұна сызық 3 сантиметрлік. Енді шортигіміздің бел жағын қайрамыз. Ең алдымен 1 сантиметрге қайрамыз. Мінеки біз дайындап қойған шаблонымыздың көмегіменен қазір 1 сантиметрге қайрамыз. Мұнда сызып қойған 1 сантиметрдің жиегіне дейін матаны сол жерге дейін алып келеміз де, бүктелген жерін үтік басып аламыз. Сосын 1 сантиметрлікті қайырып үтіктеген соң 3 сантиметрге алып келеміз. Мінеки. 3 сантиметрлік жиекті үтіктейміз шетін. Бүкпесін, бүктелген жерін үтіктейміз. Шамыз. Жиекпенен тігістің арақашықтығы 2-3 мм болу керек. Сосын қыздар кішкене бір мынандай осындай бір 2-3 сантиметрдей ашық жер қалдырып кетеміз. Бұл жерден біз резинка өткіземіз. Осылай тігіп аламыз. Енді біздің жаңа кішкене ғана ашық қалдырған жерімізден, мінеки мынандай бір ашық қалдырған жерімізден резинкамыз өткіземіз. Резинканы өлшеп аламыз өзімізге ыңғайлы өлшемді. Сосын түйреуіштің көмегіменен өткізіп аламыз. Өткізіп алған соң резинканы қазір мынаның беліне өткізіп алған соң, сосын өзара қосып, қол тігісімен немесе машинка тігісімен тігіп аламыз. Одан кейін біз мұна ашық тұрған жерімізді де машинка тігісімен тігіп аламыз. Мінеки қыздар, осындай біздің шортигіміз дайын болады. Тек қана тігін машинасымен ғана тігілген, оверлок қолданылмаған, өте әдемі. Қараңыздар. Өздеріңіз жасап алсаңыздар болады.